қызы, сізді зейнетке шығу мерейтойыңызбен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Ауырмай сырқамай зейнетіңіздің қызығын көріңіз. Мамыр Жексен қызы, туған күніңізбен және зейнетке шығуыңызбен құттықтаймын. Ұстаздық жол ең қиын әрі ең абыройлы жол. Сіз осы жолды жүріп өтіп, талай шәкірттерді биіктерге жетеледіңіз. Сіздің еңбегіңізге еліміздің болашағына қосқан үлесіңізді деп білемін. Мерекеңіз құтты болсын. Сәлеметсіз бе, Мамыр Жексен қызы? Мен сізді туған күніңізбен және зейнетке шығуыңызбен құттықтаймын. Менің аты жөнім Шамшутдинова Альфира. Мен 1987 жылы 58-ші қазақ орта мектебіне қадам басқан сәттен бастап, сіз маған білім тәрбие бердіңіз. Сіз біздің алғашқы ұстазымыз ғана емес, мейірімді анамыз болған жансыз. Сіз бізге еңбек етуді, алдына мақсат қоюды үйреттіңіз. Сіздің әрбір сабағыңыз біз үшін алтын қазына. Сіздің жылы жүрегіңізбен төзімділігіңізге үлкен рахмет айтамын. Әрқашан жүзіңізден күлкі кетпесін, мәртебеңіз биік, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Отбасыңызға қуаныш сыйлайтын берекелі жан болыңыз. Мен сізді жақсы көремін, құрметтеймін, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман сау болыңыз. Құрметті Мамыр Жексен қызы, бүгінгі сіздің келіп жеткен туған күніңіз және зейнетке шығу күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтай отырып, зор денсаулық, ашық аспан, отбасыңызға амандық тілеймін. Ғабит Нұрланұлы, Аягөз қаласы нөмір 3-ші орта мектептің 2010 жылы түлегі боламын. Оқу жылы Алматы қаласы Қаныш Сәтпаев атындағы университетті тәмамдап, қазіргі кезде осы мамандық бойынша бас инженерлік қызметті атқарып отырмын. Осыған орай барлық ұстаздарыма алғысым шексіз. Осыған орай қолыма қалам ұстатып, білім берген, әріп жаттатқан ұстазым Мамыр Жексен қызына мың алғыс айтқым келіп отыр. Сіздің бүгінгі зейнетке шығу мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға бақыт тілеймін. Бізге берген біліміңізге, тәрбиеңізге мың алғыс айтамын. Біз сізді жақсы көреміз. Аман болыңыз. Қайырлы күн, ардақты ұстазымыз Мамыр Жексен қызы. Мен Досанов Қуаныш Досанұлы 3-ші жалпы білім беретін орта мектептің 2011 жылғы түлегімін. Ең алғаш қолыма қалам ұстатып, әріп танытып, білімнің шамын жаққан өзіңізсіз. Сіздің мейіріміңіз бен сабырлығыңызға аналық жүрегіңізбен тек білім емес, тәрбие мен адамгершілікте үйретті. Бүгін зейнетке шығуыңызбен және халықаралық мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз еккен білім дәні бүгін үлкен бәйтерекке айналды. Сіздің шәкірттеріңіз еліміздің әр саласында еңбек етіп жүрген азаматтар. Сізге зор денсаулық, ашық ғұмыр, отбасыңызға амандық тілеймін. Зейнеттің зейнетін көріп, немере шөберлердің қызығына бөлене беріңіз. Сіз біздің жүрегіміздегі мәңгілік ұстазсыз. Қолыма алғаш қалам ұстатқан аяулы жансыз. Сіздерді 8 наурыз халықаралық мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әр күніңіз көктемдей құлпырып, өміріңізге нұрға толы болсын.